Армысыздар, көңілі мерекелі, дастарханы берекелі қазақ елі. Біз сіздерді 1 мамыр халықтар достығы мерекесімен шын жүректен құттықтаймыз. Мерекелік дастарханның сәні және ондағы астың дәмі сіз таңдаған тауарға тікелей байланысты. Ал сізбен біз әрбір бас қосуда тіпті күнделікті отырыстарда тұтынатын өнімдердің бірі құс еті. Сіз оны қалай таңдайсыз? Ендеше халық таңдауының бүгінгі тақырыбы тауық етіне арналады. Тауық етінің қандай қасиеті бар? Құс етін таңдау барысында неге көңіл бөлген дұрыс? Оның сыртқы көріністеріне қарап, қандай да бір белгілерін байқауға бола ма? Сауалдар түсінікті. Ендеше осы сауалдардың барлығына жауап беретін арнайы маманмен таныс болыңыздар. Асфендияров атындағы Қазақ ұлттық медицина университеті нутрициология кафедрасының оқытушысы Мақпал Аятқұлқызы. Қош келдіңіз. Енді бүгінгі тақырып өзіңіз көргендей тауық еті. Қазір таңда дүкенде қатырылған, бүтін күйінде бөлшектелген тауық еттері бар. Жаңа сойылғанын біз таңдай аламыз ба? Әрине, ең бірінші біз тауықты таңдарда міндетті түрде оның сыртқы қаптамасына мән беруіміз керек. Яғни ол жерде сақталу мерзімі, яғни шығарылған күні жазылады. Және де сыртқы түріне қарап, оны анықтауға да болады үй жағдайында. Мысалы, тауыққа келетін болсақ, оның сыртқы түрі балауса тауықтың, жаңадан сойылған. Ақшыл қызғылт түсті болу керек. Ал егер оның сақтау мерзімі асып кеткен болса, ол сұрғылт, сұр түске айналады. Сол арқылы анықтауға болады. Тауық етінің қандай пайдасы бар? Тауық еті өте пайдалы, әсіресе емдік мақсатта. Ем-дәмдік диеталық өнім ретінде. Тауықтың 90% белоктан тұрады, яғни алмастырылмайтын амин қышқылдары. Ал алмастырылмайтын амин қышқылдары ол өте адам үшін өте маңызды. Ол құнды белок бар оның құрамында. Құнды белок ол ағзаның өсуіне, дамуына, әсіресе жас балаларға өте қажет болып есептеледі. Және де оның құрамында минералдық заттектер, фосфор, кальций, темір көп кездеседі. Құс еті ертеден жеңіл әрі бағалы саналады. Оның ішінде халық көп тұтынатыны тауық еті. Құс етінен сан түрлі тағам әзірленеді, түрлі ас дайындалады. Қазірде еліміздің дүкендерінде тауық етінің сан түрі ұсынылады. Сапасы мен бағасы да әртүрлі. Сырт көзге тауық етінің бәрі бірдей көрінеді, ал дүкендегі бұл өнімдерге қойылатын талап қандай? Біздің зертханамызға тауық еті тапсырылды. Және де бұл тауық етінің құрамында адам ағзасына зиянды микроорганизмдер, яғни патогенді микроорганизмдер, оның ішінде сальмонелла микроорганизмін табу тапсырмасы қойылды. Зерттеулердің нәтижесі бойынша сальмонелла микроорганизмдері аталған өнімде табылған жоқ. Яғни бұл сальмонелла микроорганизмдері адам ағзасына қауіпті және зиянды болып табылады. Егер адамдар оны үй жағдайында тамаққа қосып, оны арғалай пайдаланатын болса, адам ағзасына улануы мүмкін. Және де одан ары қауіпті аурулар тудыруы мүмкін. Сол себепті Қазақстанда өсірілген тауық өнімдері өте ешқандай зиянды микроорганизмдер табылған жоқ, және де ол қауіпсіз болып табылады. Кейінгі кездері тауық етін семіз етіп көрсету үшін оны қолдан үрлеп қою мүмкін екендігі айтылып жүр. Бұл біріншіден салмақты арттырады, сұранысты көбейтеді. Алайда зертхана мамандары үшін ондай өнімдерді анықтау қиын шаруа емес. Бастысы, қазақстандық тауарларда бұндай жағдай кездескен емес. Қазақстанда құс шаруашылығы жолға қойылған. Еліміздегі қожалықтардың өнімдері экологиялық жағынан таза әрі қауіпсіз келеді. 2014 жылы Қазақстан Республикасында 134 мың тонна құс еті өндірілді. Оның 5,4 мың тоннасы экспортқа шығарылып, 13,5 миллион ақш долларын құрады. 2014 жылы құс еті импортының көлемі 159,4 мың тоннаны, яғни 169,3 миллион ақш доллар соманы құрады. Республикада құс еті өндірісімен айналысатын 56-дан астам фабрикалар тіркелген. Жалпы бұл тауық етін қайда және қалай сақтауымыз керек? Тауық етін біз мұздатқышта сақтауымыз керек. Тасымалдау және тарату жағдайында міндетті түрде ол мұздатқышта әкеліну керек. Яғни минус температурада, мысалы минус 10 градуста ары кетсе 1 айға дейін сақталады. Егер оны қайтадан ерітіп барып, қайтадан қатыратын болса, ол тауық өте қауіпті. Яғни әртүрлі улануларға алып келуі мүмкін. Яғни тағамдық құндылығын жоғалтумен қатар
оның зияны басым болып кетуі мүмкін. Иә. Себебі ол қайтадан ерітілген тауықта микроорганизмдер дамып, жылы температурада улану қаупін тудырады. Құрметті көрермен, тауық еті туралы қызықты мәліметтер өте көп. Соның бір парасын дәл қазір бірге көреміз. Тауық адам ағзасы үшін маңызды, ағзаға пайдалы және сіңімді тағам. Құс еті минералдардың көзі жоғарғы сапалы ақуыздан тұратын. Адамның өсіп жетілуіне, ағза қызметін жақсартуға бірден бір ықпал ететін азық. Әсіресе асқазан қызметін жақсартуда маңызы зор. Ендеше өнімнің құрамына тоқтала кетсек, 100 грамм тауық етінде түрлі мөлшерде ақуыз, май, көмірсулар, су, күл кездеседі. Ал оның 100 граммдағы құндылығы 190 килокалорияны құрайды. Тауық етінде В витаминдерінің мөлшері көп. В2 және В6 дәрумендері ағзадағы зат алмасу процесіне оң ықпал етеді. Орталық жүйке жүйені қалпына келтіреді. Тырнақ пен теріге пайдасы орасан. В9 витамині қан айналымына қорғаныс қабілетін арттыруға, төзімділікке ықпал етеді. Әсіресе жүктілік кезінде құнды. В12 дәрумені болса иммунитетті көтереді, ұйқысыздықтың алдын алады, қан қысымын ретке келтіреді. Ал еттің құрамындағы кальций, фосфор, темір, күкірт, селен, мыс, магний оның тез сіңуіне жағдай жасайды. Сонымен сарапшылар қорытындысын түйіндесек, тауық еті аса пайдалы өнім. Онда ағзаға пайдалы ақуыз көп. Ал оны таңдауда түсіне мән берген дұрыс. Жаңа сойылған құс еті ақшыл және қызғылт түсті болады. Ал мерзімі өтіп кеткен ет сұрғылт келеді екен. Қазақстан бірлік пен ынтымақтың, тұрақтылық пен татулықтың құтты мекені. Бірлік бар жерде тірліктің өздігімен берекелі болатыны сөзсіз. Құрметті көрермен, әрдайым отандық өнімді тұтынып, біз айтқан кеңестерді қаперден шығармаңыз. Жүздескенше.